Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен тауықты пеште пісіретін боламыз. Мен картоппен және де қаймақты соуста пісіретін боламын. Ең бірінші, менің видеомды көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Тауықтың үстіне қаймақты салып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Тұз. Сосын бұрыш қосам. Енді соевый соус. Сосын томат пастасы. Сосын чеснок қосамын. Менде 2 тал чеснок. Міне чеснокты езіп алдым. Енді біз оларды жақсылап араластырамыз. Бір қалпы массаға болға дейін араластыру керек. Достар, мен барлығын жақсылап араластырып алдым. Біздің тауықтар соусқа батып тұруы керек. Енді оны жарты сағатқа мариновать етіп қойып қоямыз. Бұл уақытта біз картошкаларымызды дайындаймыз. Мінекей достар, мен тауық маринадталып жатқан кезде картошкаларды осылай турап алдым. Мен фри сияқты қылып турадым. Енді оның үстіне сәбіз қоймақшымын. Мінекей. Көп қоймаймын. Осы. Енді үстіне кішкене тұз себем. Сосын тауықтарымызды әдемілеп тізіп шығамыз. Достар, мен тауықтарды осындай әдемілеп салып алдым. Енді біз бұны 200 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің тауық дайын, өте дәмді шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Иісі деген бүкіл бөлмені алып кетті. Картошкалар құрғақ болған жоқ. Соус пен картошканың дәмі өте дәмді болып шығып тұр. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, бірден арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.